Саламатсыздар ма, болашақ магистранттар. Бүгін ағылшын тілінің грамматика бөлімінен тест. Кәнекей тестімізді бастайық. I don't like this drink. Can I have another cup of? Мен мына сушнякты ұнатпаймын. Тағы да басқа бере аласыз ба? Ағылшын тілінде a cup of açana bir сушняктың аты мысалы кофе болса, кофе осындай форматта келеді. Бұл ешқашанда өзгермейді. Егер a cup of tea болатын болса, a cup of қосу tea. Естеріңізде болсын, a варианты бұл жерде тура. Ағылшын тілінде қандай да бір музыкалық инструментті айтпақшы болсаңыз, онда оның алдына з артиклі жалғанады. Яғни пиано болса, пиано болмаса, оның артына з гитар болатын болса, I can play з гитар сияқты болып келеді. Естеріңізде болсын. Tomorrow will be than today. Бұл жерде than әрпін көріп тұрсыздар. Than бір нәрсені салыстыру. Ал бұл жерде hot әрпі берілген. Hot салыстырумен жазатын болсақ, than әрпі кейін кезде ол өзгереді. Hot ter болып. Екі т жалғанады, естеріңізде болсын. Бұл вариантын шығарып тастадық. Енді одан да күшейтіп айтпақшы болсақ, hot өзгереді. The hottest. Естеріңізде болсын. Бұл жерде a варианты тура. People I know likes chocolate at all. Бұл жерде of әрпі келіп тұр. A вариантта no one қосу of сығып айтамаймыз. Бұндай болса қате. Ал ағылшын тілінде бұл none of the people деп жалғанады. Естеріңізде болсын. Сол үшін бұл жерде b варианты тура. Spell it correctly. Жүзден асқан санға келгенде ортасында әнді әрпі тұрады. Естеріңізде болсын. Егер ол 3-4 сан болатын болса, ал 4-4 сан болса, ортасына әнді жалғауға да болады. Не болмаса, 2-2-ден бөліп айтуға да болады. Ол кезде әнді әрпі келмейді. Бірақ бұл жерде 3-4 сан, яғни ол жерде әнді әрпі қолданылады. Сол үшін с вариант алдымен шығарып тастадық. Ал енді 152-ні айтсақ, 152. 52 болып келмейді. Сол үшін a вариантымыз тура. Please speak quietly. Жайырақ сөйлей аласыз ба? Бұл вариантымыз тура. I'm going to Moscow the end of the March. Бұл жерде ай бар екен деп ең әрпін талда қалып жүрмеңіздер. Бұның ең басында айтып тұр the end of the деп. Яғни ол бір тұрақты уақыт айтып тұр. Ал кеше мен тест түсіндіргенде айттым, тұрақты уақыт кездескен кезде әт әрпі алдына келеді деп. Онда бұл жерде ц ответіміз тура. He at the moment. Бұл қазіргі шақ, яғни болып жатқан шақ. Онда бір нәрсенің болып жатқанын айтпақшы болса, онда ing форматта жалғанады. Бұл жерде тек қана бұл вариантта ing форматта келіп тұр.
He is sleeping at the moment. Yani bu atvetimiz to'g'ri. This room every day. Бұл жерде бұл комнатаның әр күні тазаланатынын айтамыз. Орнына қойып көрсек, бұл жерде А варианты тура келіп тұр. This room is cleaned every day. Yani A ve atvetimiz to'g'ri. This time next month I will be on holiday. I on the beach. This time next month деп тұр. Ол келер шақ. Яғни онда А ответінде have been lying. Ол бір нәрсенің бастан аяқ болып қазір жалғасып жатқан шағы. Ол қате. Ал енді Б'ға келсе am lying. Бұл қазір болып жатқан шақ. Бізде this time next month деп тұр ғой. Онда Б ответіміз қате деген сөз. Ал енді С ответті орнына көрейік. I will be lying on the beach. Бұл тура келіп тұр. Келер шақта. Сол үшін С ответіміз тура. Жерге бос орынға сөз қойдырып a horse. Ride деген сөз бір нәрсені міну. Ал енді мінудің өткен шағында айтатын болсақ, онда riding болады. Ал did деген ол өткен шақ қой. Ал енді өткен шақтың артына бірінші форматтағы сөз келу керек. Riding кеп жалғаспайды. Сол үшін алдымен Б ответті шығарып жатыр. Ал енді біреуден бір нәрсені сұрамақшы болсақ, сенде басында осындай өмірден өткен нәрсе болды ма деп сұрамақшы болсақ, онда have you ever жалғанады. Ал оның артына өткен шақтағы сөз жалғанады, яғни riding. Сол үшін бұл жерде да ответіміз тура. I 50 page yesterday. Кеше 50 бет оқыдым. Yesterday сөзін назар аударайық. А варианты бірінші рет қойып көрейік. Where болатын болса, онда оның алдына we, you, they жалғанады. Бірақ бұл жерде I келіп тұр. Сол үшін А варианты шығарып тастадық. Ал Б варианты I read 5 page yesterday. Бұл past simple жағынан келіп тұр. Бұл жерде тура Б ответ. Ал енді was-ға керек. Was read. Сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, неге was келмеді деп. Егер бір нәрсені тәуелдеп айтқан болсақ, онда бұл ответ тура болушы еді. Мысалы, бұл жерде the book was read yesterday болып келсе, онда тура болып жалғанушы еді. Бірақ бұл жерде ондай болып келіп тұрған жоқ. Сол үшін С ответті шығарып жатыр. Ал read болатын болса, оның алдында he, she, it болып жалғанады. Сол үшін бұл жерде Б ответіміз тура. I speak 3 foreign language. Мен сөйлей аламын өзгеде 3 тілде. Онда өткенде тезде түсіндірдім. Must to деген нәрсе жоқ, келмейді бұндай болып. I was болатын болса, ол өткен шақтағы бұда қате. Ал I am speak болып келмейді. Бұл жерде дұрыс емес болады. Сол үшін I can, яғни мен сөйлей аламын. Сол үшін С ответіміз тура. Hey Mary, have you decided? Decided, яғни бір шешім қабылдағаннан decidedтен кейін, онда оның артына to жалғанады. Естеріңізде болсын. Қосамыз to. Енді оның артына келеді сөздің бірінші формасы. Мысалы, мына жерде go келіп тұр. Сол үшін to go тура, to going болып келмейді. Естеріңізде болсын. I have a beautiful butterfly this week. Бұл жерде catch деген сөзді өткен шаққа айландырмақшы болсақ, ол code болып жазылады. Яғни Д ответіміз
туура. Ц менен Д-ны шатастырып алмаңыздар. Could you make coffee? Ағылшында мынандай бір нәрсе бар. Мысалы, make me happy дейді. Make me happy. Сол сияқты бұл жерде could you make me coffee? Маған кофе жасап бере аласың ба? Сол үшін Ц-ға өтіміз. Тура. I, a new novel about romantic boy now. Now деген сөз қазіргі момент деген нәрсе. Ол үшін оның артына ing форматта сөз жазылғанады. Сол үшін бұл жерде Б ответіміз тура. We the goods by the time. By the time деген сөзге назар аударыңыздар. Егер by the time деген әріп келетін болса, ол бір нәрсенің өтіп кеткен шағында айтылады. Ал өтіп кеткен шақта айтатын болса, онда оның алдында had жалғанады. Сол үшін бұл жерде сағаты етіміз тура. Біз ол уақытта не дейді? Затты таратып боламыз дейді. Goods деген зат.